Осындай шатпырақтан артық шатпырақ, осыдан артық қателесу, осыдан артық жасалған бір зұлматтықты мен көрген жоқпын. Бәрі шатпырақ. Адам өзінің қызыққан бір саласы, мамандығымен өмір бақи жұмыс істеп өткісі келеді, бірақ басқа жұмысты елдеп кетеді, ол через не хочу істейді. Через не хочу істемеген жұмыс болмайды, береке болмайды. Бұның бәрі мына маркетинг кітаптарда бар ғой, адамдарды просто зомбылап бір программа енгізіп тастаған. Жүрегін қалайды, жүрегін қаламайды дегенде бар ғой. Осы шатпырақ бар ғой, халықты әбден кәсіп бастайын деген адамдардың миын улап, бұл әдейі жасаған нәрсе де. Бұны бар ғой, әдейі адамдар кәсіп жасамасын деген ниетпен жасалған идеология. Бәленбай мың кітап, бәленбай мың тренингке барсаң, сенің жүрегің қалайтын, любимым делом занимайся. Осындай шатпырақтан артық шатпырақ, осыдан артық қателесу, осыдан артық жасалған бір зұлматтықты мен көрген жоқпын. Бәрі шатпырақ. Любимый дело деген бәрі шатпырақ. Мысалы, мен өз басымда айтайын. Мен сияқты сен мың кәсіпкерді алсаң бар ғой, мыңы тура мен сияқты әңгіме айтады. Мен алғаш кәсіп бастаған кезде саудадан бастадым. Сонан кейін аяқ киім дүкенін алдым. Ет пен аяқ киімнің арасында парық бар да. Сонан кейін жанар жағармай бекетін қойдым. Мен айнаға барып моншадан кейін қарадым, мен маңдайында Ахметбек жанар жағармай деген нәрсе жазылып тұрған жоқ екен. Қанша парға түскеннен кейін ысқылаймын. Білен, бұна жерде заправка деген нәрсе бар ма екен десем, жоқ. Соның бәрін мен махаббатпен айналыстым. Оның бәрі халықты шатастыру үшін, халықты бизнеспен айналыспау үшін жасаған біреудің қателігі, содан кейін біреулер соны іліп алған. Ондай нәрсе жоқ. Тек қана бір-ақ нәрсе бар. Бейімділік деген нәрсе бар. Адамның адамдар екіге ғана бөлінеді. Физик, лирик деп бөлінеді. Физик, лирик, технар, гуманитарий деп бөлінеді. Басқадай бөлінбейді. Еще бүйтіп бөлінеді. Бағанағы сияқты. Былай бөлінеді адамдар. Берілген, болмайды. Өсуге, өседі, өзгереді, болады деп бөлінеді. Адамдар. Мынау кері кеткен адам, мынау өсетін адам. Үйренгісі келетіндер, үйренгісі келмейтіндер. Үйренгісі келмейтіндер, үйренгісі келетіндер деп бөлінеді. Басқадай адам бөлінбейді. Осылай ғана бөлу керек. Топас адам, ақылды адам, білгіш адам, батыл адам, қорқақ адам деген жоқ. Адамның бәрі бірдей. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Мынау айтады, жаңағы сияқты. Мынау менің қолымнан келмейді, маңдайға жазылған, берілген деген бөлінеді. Мынау менің қолымнан істей алмаймын деп бөлінеді. Бұл кері кеткен адамның сөзі. Алға кететін адам айтады, өседі, өзгереді, бәрі болады. Мына кететін адам осылай болады. Бұны айтайын, махаббат деген сөз бар ғой? Махаббат деген сөзді мен қатысып жүргендер біледі. Бұл мына ақындардың ойдан шығарған былшылдағы. Былжырақ, махаббат жоқ. Дәлдеп берем қазір. Махаббат деген орыста айтады глагол. Қазақша глагол деген етістік да? Ол сезім емес. Біз сезім деп оны өстіп балалар адамның миына кіргізіп тастағанда, жұмысқа деген махаббат пен адамға деген махаббат, ол махаббат деген анаға махаббат, балаңа махаббат, ағайыныңа махаббат, еліңе махаббат, бәрі махаббат, ол етістік, ол жасау деген сөз. Ол не бар, не жоқ деген нәрсе емес. Айталық, қайсыларың ата-бабаларың махаббатпен үйленді, осыдан әжелерің, аталарың. Қол көтеріңдерші. Қазақта махаббатпен үйленген адам жоқ. Қазір неше пайыз ата-бабасы атастырып үйлендіреді? Почти 0%. Адам мен адамның арасында махаббат қашан болады? Еркек мал тапса, әйелін құрметтеу керек. Солай ма? Оны тұмашалап, үйге отырғызып қоймай, боқтамай, қол жұмсамай, құрметтесе, мал тапса, құрметтесе, әйелінен ответ ретінде, мына екеуі болса, әйелінен махаббат келеді. Енді әйел не істеу керек? Бала табу керек, құрметтеу керек күйеуін. Күйеуінің ата-анасын, ең бірінші орында күйеуінің ата-анасын. Содан кейін үй жұмысын дұрыс тамақ пісіріп, қонақты дұрыс қарсы алу керек. Сол кезде күйеуінде мынау болса, күйеуінің махаббатын алады. Мынау болса, әйелінің махаббатын алады. Енді бизнесте махаббат. Бизнесте махаббат қай уақытта келеді?
Біріншісі ақша келу керек. Істейсің, ақша келмесе ол қайда махаббат ол? Екіншісі жеңіл жасау керексің, қиналмай. Жеңіл жасау керексің. Жеңіл қай уақытта жасайсың? Жеңіл жолын білсең жасайсың, дұрыстап. Дұрыс жолын білсең, қиналмай, да? Мысалы, дұрыс жолын білетін адам, мысалы, кубик, рубик жинаймыз ба, компьютер жөндеу ма, мысалы, үй сылау ма, кафель жасау ма, жолын білетін адам айтады, тұрған не бар, әкеш? Тұрыс жасай салады. Осы екеуі болған кезде махаббат келеді. Бұл құрылыс па? Бұл сауда ма? Бұл кафе ме? Бұл бала оқыту ма? Айырмасы жоқ. Мол ақша келсе, жаның қиналмаса, қатты жолын білсең, махаббат келеді. Қалғанның бәрі мына оңбаған тренерлердің, маркетологтардың шығарбаған неменесі. Бұл деген сөз қазақта махаббат болды деген жоқ. Қазақта 100% махаббат болған. Махаббат сыйласымдық, махаббат құрметтеу, махаббат өз қызметіңді дұрыстап атқару. Қазір қыздар бала тапқысы келмейді, ата-анасын құрметтегісі келмейді, өз әке-шешесін жақсы көреді, үйде жұмыс істегісі келмейді. Еркек сонан кейін күйеуі оны біраздан кейін жек көріп кетеді. Қазір еркектер мал таппайды, үйде жатады, бала көрмейді, еще әйелін боқтайды, қол көтереді, тағы бірден істейді, әйелі жек көріп кетеді онан кейін. Онан кейін махаббат жоғалды. Бұл үшін әрқайсы өз функциясын орындау керек. Бизнесте дәл солай. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.